Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмді әрі әдемі болып шығатын ерекше мерекелік тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрамы өте қарапайым, барлық керек заттарды дайындап алатын боламыз. Ол бізде піскен күріш, піскен 2 жұмыртқа, крабовый палочки және ірімшік, дәмдеуіш үшін кептірілген укроп қостым. Ең алдымен күрішті бір ыдысқа саламыз. Оның үстінен крабовый палочкиді, яғни краб таяқшаларын терканың ұсақ көзінен өткізетін боламыз. Жаңадан келген оқырмандар, сіздер маған әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоларым ұнап жатса, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Краб таяқшалардың барлығын үккіштен өткізіп болдық. Енді піскен 2 жұмыртқамызды да ағы мен сарысын бірге үккіштен өткізетін боламыз. Достар, арнама тіркелу арқылы сіздер дәл осы видеоларды көре аласыздар, және де жаңадан шыққан видеоларымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ал енді осы заттардың үстінен дәл сол үккіштің ұсақ көзінен ірімшікті өткізетін боламыз. Құрамына керек заттардың барлығын видеоның астында описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Құрамын өз қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады, бірақ қатты сулы, су шығатын заттарды қоспағандарыңыз дұрыс, өйткені бізде бұл формасын ұстап тұратындай болуы қажет. Осы жерде мен аздап кептірілген укроп және аздап тұз салдым, және де майонезді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Майонезді салған кезде бірден көп салып жүрмеңіздер, сіздерге дәл осындай домалақтағанда өзінің формасын ұстап тұратындай болуы қажет. Көлемі шамамен грек жаңғағының көлемінде болғаны дұрыс. Дәл осы порциямен менде 14 шарик шықты. Барлығын біркелкі жасап, тарелкаға тізіп, бетін пищевая пленкамен немесе салафанмен орап, морозильникке 10-15 минутқа қоя тұрасыздар. Біздің шариктеріміз қатқанша сыртын қаптайтын затты дайындайтын боламыз. Ол үшін суға піскен сәбізді үккіштің ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Сәбізге ештеме қосудың қажеті жоқ, тек қасықпен біркелкі масса болғанша сәл араластырып жібересіздер. Ал енді пищевая пленка немесе салафанды алып, бір шай қасықтай осылай сәбізді саласыздар да, қасықтың көмегімен жұқалап, домалақ форма беріп жайып шығасыздар. Барынша жұқалап салуға тырысыңыздар, өйткені тіске басарымыздың сыртында сәбізіміз қалың болып тұрмауы қажет. Ал енді осы жайылған сәбізіміздің ортасына морозильниктен алған шаригімізді салып, салафанның көмегімен сыртын сәбізбен қаптап шығатын боламыз. Сонда бізде дәл осындай ұсақ мандарин тәрізді тіске басарлар шығатын болады. Барлық шариктарымыздың сыртын сәбізбен қаптап, дәл осындай жасап алатын боламыз. Осымен біздің әдемі әрі ерекше тіске басарларымыз дайын. Дастарханыңыздың көркін ашып, көз тойдырары сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал үстіндегі жапырақтарын сіздер петрушканы қолдансаңыздар да болады, мен салат жапырақтарын қолдандым. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеом ұнаған болса, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.